Болгарияда өтіп жатқан Странджа кубогы ширек финалдық жекпе-жектерді аяқтады. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Жоғарыда атап өткендей, Странджа кубогының бүгін 4-ші күні. Нақтырақ келетін болсақ, жартылай финалға шыққан боксшылардың есімдері белгілі болды. Алғашқы болып шаршалаңға көтерілген 48 келі салмақ дәрежесінде Ташкенбай Санжар ирландиялық Ронни Луиске қарсы жекпе-жек өткізген болатын. Жекпе-жек тым жақсы басталған болатын. Раундтың ортасына келгенде Санжардың кезекті шабуылынан кейін сол қолы жарақаттанып қалды. Соған байланысты жекпе-жек тоқтатылып, жеңіс ирландиялық боксшыға берілді. Одан кейін шаршалаңға көтерілген 2021 жылғы әлем чемпионы Теміртас Жүсіпов әзербайжандық Субхан Маметовке қарсы кездесуде алғашқы раундта басымдылық Маметов жақта болды. Дегенмен тәжірибелі Теміртас екінші раундтан бастап тізгінді өз қолына алды. Жекпе-жек аяғына дейін қарқынын сүрмеген Теміртас таза жеңіске жетіп, Странджа кубогының жартылай финалына өтті. Одан кейін шаршалаңға Батыс Қазақстан облысының боксшысы, соңғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы Даниял Сабит көтерілді. Ол грузиялық Давид Джапаридзеге қарсы кездесуде алғашқы раунд тең дәрежеде өтті. Дегенмен төрешілер 3-2 есебімен жеңісті бізге берді. Екінші-үшінші раундта грузин боксшысы Даниялдың қарқынына шыдамады. Нокдаунға да түсті. Нәтижесінде Даниял 5-0 есебімен жеңіске жетіп, турнирдің жартылай финалына жол тартты. Ал 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Серік Теміржанов ирландиялық Рис Овенске қарсы кездесуде өте тәжірибелі боксшы ретінде жекпе-жекті толықтай өз қадағалауына алып, сауатты бокс көрсете білді. Нәтижесінде сенімді түрде жеңіске жетіп, Странджа кубогының жартылай финалына шықты. Одан кейін тағы да 60 келі салмақ дәрежесінде 3 дүркін Қазақстан чемпионы Талғат Сырымбетов жергілікті боксшы, яғни болгариялық Тинко Банабаковке қарсы кездесуде жекпе-жек басталғанына 30 секунд болған сәтте болгариялық боксшының жарақат алуына байланысты жекпе-жек тоқтатылып, сол уақытқа дейінгі боксшылардың ұпайы есептелді. Нәтижесінде Талғаттың ұпайы артық болып, Талғат та Странджа кубогының жартылай финалына жолдама алды. Одан кейін 63,5 келі салмақ дәрежесі бойынша соңғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы, Азия ойындарының қола жүлдегері Ертуған Зейнуллинов әзербайжандық Руслан Рустамовқа қарсы өте тартысты кездесу өткізді. Алғашқы раундта әзербайжандық боксшының басымдылығы болды. Ал екінші-үшінші раундтарда отандасымыз нағыз қазақтың қайсар мінезін көрсете отыра жеңісті әзербайжандықтың қолынан жұлып алды. Нәтижесінде Ертуған да жартылай финалға шықты. Одан кейін Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы ирландиялық Джейсон Невинге қарсы кездесуде алғашқы раундта негізі Мұхаммед Сабыр жеңілмеді. Дегенмен төрешілер 3-2 есебімен жеңісті ирландиялық боксшының пайдасына жазған болатын. Екінші-үшінші раундтарда қарқынын 2 есе көбейткен Мұхаммед Сабырдың қарқынына ирландиялық боксшы шыдай алмады. Өте сенімді жеңіс. Осылайша Мұхаммед Сабыр да Странджаның жартылай финалында. Одан кейін 75 келі салмақ дәрежесі бойынша 71 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан чемпионатында жеңімпаз атанған Аққалықов Сабыржан жаңа салмақтағы дебюті жарқын жеңіспен басталды. Ол италиялық Ремо Сальватиге қарсы кездесуде алғашқы раундта қарсыласын бір сұлатып алды, яғни нокдаун тіркелді. Екінші-үшінші раундтарда да сенімді жеңіс. Соңғы раундта да Сабыржанның сәтті шабуылынан кейін ортадағы рефери қайтадан есеп ашты. Осылайша 2 нокдаун тіркей алған Аққалықов Сабыржан 75 келі салмақ дәрежесінде Странджа кубогының жартылай финалына жол тартты. Ал 75 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан чемпионы Тимур Нұрсейітов әзербайжандық Расим Чобанлиге қарсы кездесуде алғашқы раундта қарсыласының сәл ғана басымдылығы болды. Төрешілер де жеңісті қарсыласымызға берді. Екінші-үшінші раундта нағыз жеңіске деген жігерлік көрсете алған Тимур әр раунд сайын өзінің шын мықты екенін дәлелдей алды. Нәтижесінде Тимур да жартылай финалға шықты. Одан кейін 80 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан чемпионатының жеңімпазы қызылордалық Азамат Бектас Австрия мемлекетінің боксшысы Лаки Аймуфоға қарсы кездесуде терезесінен кездесу өткізді. Бірақ өкінішке орай Бектас Азамат үшін Странджа кубогы аяқталды. Төрешілер 3-2 есебімен жеңісті Австрия мемлекетінің боксшысына берді. Ал таңертеңгі сессияны қорытындылаған 80 келі салмақ дәрежесінде соңғы Азия чемпионатының жүлдегері Жақыпбеков Ерасыл ирландиялық Хамис Фейлан есімді боксшыға қарсы жекпе-жекте отандасымыз 3 раунд бойы қарсыласына еш мүмкіндік берместен жеңіске жетті. Жақыпбеков бұл турнир барысындағы екінші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Кешкі сессияны бастаған 54 келі салмақ дәрежесіндегі Тимур Қабдешев Қытай мемлекетінің боксшысы Хинмин Маға қарсы жекпе-жекте ұпай санымен жеңіп, турнирдің жартылай финалына шықты. Одан кейін 57 келі салмақ дәрежесі бойынша соңғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері Ақмолалық Асылқұлов Оразбек Уэльс мемлекетінің боксшысы Харрис Аллен Овайынға қарсы жекпе-жекте бокс шеберлігін көрсетті. Өте сенімді жеңіс. Асылқұловты да жартылай финалда көретін боламыз.
Одан кейін шаршалаңға көтерілген Сабырхан Төрехан Грузияның бірінші нөмірлі боксшысы Лаша Гагнидзеге қарсы кездесуде өте қызықты жекпе-жек өткізді. Төреханның ересектер арасындағы халықаралық аренадағы алғашқы кездесуі, дегенмен де өзін сенімді ұстай отыра Грузия чемпионын оңай жеңді. Төрехан да жартылай финалда шаршалаңға көтерілетін болады. 67 келі салмақ дәрежесінде соңғы Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері Санатали Төлтаев өкінішке орай Грузин мемлекетінің боксшысына жеңіліп қалды. Одан кейін шаршалаңға көтерілген 71 келі салмақ дәрежесінде екінші нөмірлі боксшы Фарух Тоқтасынов жастар арасында Европа чемпионы, әлем чемпионатының жүлдегері әзербайжандық Сархан Алиевті жеңді. Ал бүгінгі күнді қорытындылаған Азия чемпионы Абылайхан Жүсіпов Боливия мемлекетінің боксшысы Алексей Шираевтен басым түсіп, ол да турнирдің жартылай финалына жолдама алды. Мінекей құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, шығарылымға байланысты өздеріңіз ойларыңызбен бөлісіп өтіңіздер. Жартылай финалда қазақ боксшыларының қарсыластары кімдер болады? Оны келесі шығарылымда айтатын боламыз. Жеңіс сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.